Достар, сендер зеленканы тек жараға, немесе қотырға ғана қолданамыз деп ойлайсыңдар ма? Онда бүгін нағыз вау-шок боласыңдар. Біз білмеген бір мықты құпияны ашамыз. Зеленка безеуге қарсы ең қолжетімді лазер ем. Иә. Дәл қазір айтып беремін, қалай, не үшін, және қандай нәтиже күтесің. Бірінші қызықты факт. Бір қызық факт. Зеленка әлемде тек Ресей мен ТМД елдерінде ғана қолданылатын антисептик. Батыс елдер мұны тым агрессивті деп таниды. Ал біз ше? Біз оны жараға жағып, микроб өлтірумен шектеліп қалғанбыз. Бірақ бұл оның жалғыз пайдасы емес. Көпшілік білмейтін бір ерекше құпия бар. Екінші құпияны ашайық. Зеленка безеуге қарсы халықтық жасыл лазер. Ғылыми түрде айтсақ, Зеленка анилин тобына жататын бояғыш. Бұл бояғыш микробтың сыртқы қабырғасын жойып, оларды тұншықтырып өлтіреді. Сонымен қатар спирт негізінде болғандықтан іріңді безеуді құрғатады. Бір тамшы жасылмен мыңдаған бактерияға соққы. Үшінші қолдану әдісі. Жарайды, енді нақты не істеу керек? Бір теріні тазарт. Бетіңізді сабынмен немесе гелмен жуып кептіріңіз. 2 мақта таяқша алыңыз. Зеленканы тек безеудің үстіне ғана нүктелеп жағыңыз. 3 құрғасын күтіңіз, 1-2 минут. Ең дұрысы мұны түнде жасау. 4-5-7 күн бойы күніне 1 рет қайталаңыз. Нәтижесіз. 4-ші нәтижесі қандай? 1-2 күнде безеудің басы құрғайды, ірің кетеді. 3-5 күнде қызару азаяды, ізі кетеді. Егер дұрыс күтім жасасаңыз, ешқандай да қалмайды. 5-ші. Зеленканы тек безеуге ғана жағыңыз. Бет толы жасыл боп қалмаңыз. Көзге, ерінге, ашық жараға жағуға болмайды. Егер ашып күйдірсе, жуып тастаңыз. Бұл аллергия белгісі болуы мүмкін. Киімге тигізбеңіз. Зеленканың бояуы оңбайды. Лайфхак. Жасыл түс ұнамай ма? Таңертең сірке суы 1:1 ертіндісімен сүртсеңіз, бояуы оңай кетеді. Қорытынды. Сонымен достар, Зеленка жай ғана жараға жағатын сұйықтық емес. Бұл безеуге қарсы арзан, тез әсер ететін, қолжетімді халықтық ем. Тек дұрыс қолдана білсең болды. Ұнаса лайк басып досыңа бөліс. Келесі видеода ас содасының шын құпиясын ашамыз. Көріскенше денсаулықтарыңыз мықты болсын.